Теміртау кәсіптік техникалық колледжі, математика пәні оқытушысы Жанбота Дағысқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы вектор ұғымы. Мақсаты вектор ұғымы туралы жалпы түсінік беру, коллинеар бағыттас векторларға шолу, вектордың ұзындығы мен бағытын табуды үйрету. Сабақтың мазмұны: скаляр және векторлық шамалар, векторлардың белгіленуі, вектордың ұзындығы, коллинеар векторлар, тапсырма және қорытынды сұрақтар. Ең бірінші скаляр шама туралы айта кететін болсақ, ол сандық мәндерімен ғана анықталатын шамаларды скаляр шамалар деп атаймыз. Ал векторлық шама сандық мәнімен қатар бағытымен де сипатталатын шаманы айтады. Вектор латын тілінен аударғанда әкелу, жеткізу деген мағынаны білдіреді. Скаляр және векторлық шамалардың айырмашылығын келесі бейне материалдан көріңіздер. Лондон және Ливерпуль арасындағы арақашықтық 341 километрге тең. Ғимараттың айналасында серуендеу үшін кеткен уақыт 5 минутқа тең. Көлемі 30 сантиметр куб болатын шар су бетінде қалқып жүр. Қыз бала шығысқа қарай 10 километрге жүгіріп бара жатыр. Массасы 2 килограмм болатын денені 40 ньютон күштің әсерімен тік жоғары көтерді. 120 градус бойымен сағатына 800 километр жылдамдықпен ұшақ ұшып барады. Келесі, вектордың белгіленуі. Вектордың бағытын анықтағанда оның бас нүктесі мен ұшын көрсетіп белгілейді. Векторларды белгілеу үшін латын әріптерінің кіші таңбалары қолданылады. Вектор дегеннің орнына әріптік белгі үстіне кейде нұсқар не сызықша қойылады. Бағытталған кесіндіні вектор деп атаймыз. Оның басы және ұшы болады. Бұл векторды АВ векторы деп атаймыз. Оны ВА деп белгілеуге болмайды. АВ кесіндісінің ұзындығы векторның ұзындығы немесе модулі деп аталады. Енді вектордың ұзындығы туралы кеңірек айта кетсек, вектордың ұзындығына тең сан ол модуль немесе абсолюттік шама деп аталады. Вектордың ұзындығын модульдің ішінде белгілейміз. Вектордың ұзындығы 1-ге тең болатын болса, оны бірлік вектор деп атаймыз. Шаңғышының орын ауыстыруы сонымен қатар қозғалысының бағытын және жүрген жолын көрсетеді. Барлық бананды жинап жүрген маймылдың жолын сипаттайтын векторлар орын ауыстыру векторлары болып табылады. Енді осы вектордың абсолют шамасы, яғни ұзындығының формуласын түсіндіре кетсем, мысал бізге А векторы, яғни А векторының А1, А2, А3 координаталары бар болса, оның ұзындығын табу үшін модуль ішінде А векторы тең, түбір астында координаталарын квадраттап қосу арқылы табамыз. Мысалы, вектордың белгіленуіне қатысты мысал, суретте көрсетілген векторды атау керек және оның басы мен ұшын көрсету керек. Бізде суретте F кесіндісі, яғни векторы, бұл жерде E басы, F ұшы, яғни бұл векторды біз F векторы деп атаймыз. Келесі A басы, В ұшы, АВ векторы, С басы, Д ұшы, СД векторы және соңғысы N нөлдік вектор. Енді нөлдік вектор туралы айта кететін болсақ, жазықтықтың кез келген нүктесі болады, ол нөлдік вектор деп аталады. Нөлдік вектордың басы мен ұшы беттеседі, оның бағыты болмайды, нөлдік вектордың ұзындығы 0-ге тең болады. Егер автокөлік тұрақта тұрған болса, онда оның нөлдік жылдамдықпен бағытсыз қозғалып келе жатқанын айта аламыз. Егер автокөлік солтүстікке қарай 2 км жүрсе және кейін қайтып тағы 2 км жүрген болса, онда оның
өзінің бастапқы орнына қайтып келеді. Автокөліктің жалпы қозғалысын нөлдік вектормен сипаттауға болады. Нөлдік емес екі вектор бір түзуде немесе параллель түзулерде жатса, оларды коллинеар векторлар деп атаймыз. Мысалы, А векторы В векторына коллинеар, С векторы А векторына коллинеар, яғни қарама-қарсы бағытталған. Егер векторлар бағыттас және олардың ұзындықтары тең болса, онда олар тең векторлар деп аталады. Мысал ретінде А векторы В векторына тең. Бұны АБС-ді параллелограмм арқылы түсіндіруге болады. В СД-ға, АВ ДС-ға, СВ ДА-ға және АД ВС-ға тең. Енді осы түсіндіргенім бойынша тапсырмаларға көшсек. Мысалы, бірінші тапсырма вектор немесе вектор емес екендігін анықтау. Бұл жерде 5 сөйлем берілген. Біріншісін айта кететін болсам, түсіндірсем, массасы 1 килограмм болатын денені 5 метр биіктікке көтеруге жұмсалған күш ол вектор болып табылады. Себебі вектор тек сандық шаманы ғана емес, бағытты да көрсетеді. Келесі екінші тапсырма. FGH үшбұрыш қабырғалары болатын коллинеар векторлар жүгін табуларыңыз керек. Сонымен қатар бұл тапсырмаларды орындағаннан кейін үй тапсырмасын орындауларыңыз қажет. 4 есеп берілген. Бірінші есепте ұзындығын, екінші есепте нүктелер берілген. А және В нүктелері. АБ векторын табу керек. Үшінші есепте АВ векторының ұзындығын, төртінші есепте АВ векторларының қосындысын табуларыңыз қажет. Сонымен қатар тақырыпты түсінгендеріңіз бойынша қайталау сұрақтарға жауап беріңіздер. Назарларыңызға рахмет.